Сәлем достар, бүгін біз оригинал пай тортын дайындаймыз. Қажет заттар: жұмыртқа, какао, ұн, разрыхитель, сары май, қант, шоколад. Ең алдымен шоколадымыз бен сары майымызды бір ыдысқа салып, водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Жұмыртқамызды алып, қантымызды қосып отырып, әппақ болып осылай биік болып көпіргенше араластыратын боламыз. Кейін оның үстіне соған шоколадымызды құямыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Мен мына жерде ұн, какао, разрыхитель осы 3 затты араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін міндетті түрде елеуіштен өткізіп, біздің жұмыртқамызға аз-аздан салып отырып, қоймалжың пирогтікіндей тесто дайындаймыз. Енді 4 пергаментті осылай сызып аласыздар, болмаса формамен бастырбасаңыздар да болады. Теңдей қылып тестоны құйып, жайып пісіріп аласыздар. Тез пісіп қалады, 5 минутқа жетпей пісіп қалады. Осылай піседі. Кейін крем дайындаймыз. Крем үшін сливки керек. Ол қойланғаннан кейін творожный сырды саламыз, және де сахарный пудраны салып, осылай қою керемет крем дайындаймыз. Кейін оны арнайы торттың қабығына саламыз. Басына насадка қойсаңыздар да болады, тіпті қоймасаңыздар да болады. Мен қоймай түзу етіп қиып, осылай жасап жатырмын. Шеттеріне аккуратно істеп, шариктерін шығарасыздар, ортасына крем жағып, корждардың үстіне қабаттап қоя бересіздер. Өте керемет осындай пай торты шығады. Мен қолымнан келгенше осылай жасадым. Енді бетіне шоколадный глазурды құямыз. Оформление өздеріңіздің қалауыңызша. Бетін сәндесеңіздер де болады, сәндемесеңіздер де болады. Сәндемесеңіздер де өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.